Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен бірге жарин лагман жасаймыз. Ал гурье лагманды келесінде көрсететін боламын. Керекті заттар бізге болгарский, пекинский капуста, ет свежий, томат және соя и чеснок. Ең алдымен біз етті жұқалап, ұзыншылап турап аламыз. Себебі бізге етті мариновать етіп қою керек. Тез пісу үшін және дәмді болып тұру үшін. Етті мариновать ету үшін 2 қасық соя қойып қоямыз. Сәл жүз сепсеңіздер де болады үстінен. Одан болгарскийді ірі қып турап аламыз. Негізі гурье лагманға жешкелеп турасаңыздар да болады. Ұсақ қып чесногын турап аламыз. Көп жерде негізінде лагманға ащы бұрыш қосады, ал мен қолданбаймын, балалар жемегендіктен. Оның орнына кішкене ғана аджика салып жүрсеңіздер болады. Одан кейін пекинский капустаның жан-жақтағыларын алып тастап, тек ортасын ғана турап аламыз, қыздар. Пышақты турасынан ұстамай, сәл қисықта ұсталып, жалпақтап турап аламыз. Ал енді оның барлығын болдық, енді жаркасына кірісеміз. Бұл бізде жарин лагман. Жарин лагманда әрқайсысын бөлек-бөлектен қуырып аламыз. Бірінші пекин, одан кейін болгарский, одан кейін чесногымызды саламыз, сосын үстінен етін салып жібереміз. Егер дәл ресторандағындай лагман жегілеріңіз келсе, кинза қосып жіберсеңіздер де болады. Қыздар, маған тіркеліп, колокольчик басып, комментарий жазып кетулеріңізді өтінемін. Ал біздің лагман дайын болды, баршамызға ас болсын. Үстіне кинза қосатын болсаңыз, вообще әдемі болады.